Қайырлы кеш, құрметті әріптестер, қайырлы кеш барша тыңдармандар. Қасиетті ораза айында сіздермен кезекті эфирімізде кездесіп отырмыз. Оразада тілеген тілектеріңіз, ниеттеріңіз, құлшылықтарыңыз барлығы қабыл болсын. Қаңтар айынан бастап биылғы жылғы осы әлеуметтік желіде директор келбеті деген тақырыппен біз арнайы тікелей эфирлер сериясын бастаған болатынбыз. Бүгінгі күні кезекті 4-ші эфирге келіп тұрмыз. Жалпы бұл директор келбеті эфиріндегі бұл жобадағы негізгі біздің мақсатымыз қоғамда мынау білім саласындағы, әсіресе директорлардың жұмысындағы кейбір мәселелерді кең талқылауға салу және республика көлеміндегі директорлардың еркін дискуссияға түсетін бір алаңын қалыптастыру болатын. Бірінші эфирде 3 спикер болсақ, екінші эфирде 4 болғанбыз. Үшінші эфир бізде тәрбие мәселесіне арналды. Ол кезде 6 спикер болған. Ал бүгінгі күні біз жалпы мектеп директорының ішкі және сыртқы коммуникацияны қалай құратыны жөнінде әңгімелесеміз. Бүгін енді модераторлық жасайтын мен, Сафура Сейдуалиқызы, Нұр-Сұлтан қаласындағы Әлихан Бөкейхан атындағы 76-шы мектеп лицей директормын. Және бүгінгі осы маңызды тақырыпқа өздерінің ой пікірлерін ортаға салатын менің әріптестерім Қарлығаш Абдрахманова, Қызылорда қаласындағы Серал Лапин атындағы 261-ші мектептің директоры және Аятжан Ахметжанұлы, Нұр-Сұлтан қаласындағы 90-шы гимназияның директоры. Жалпы бүгінгі тақырып енді ешқайсыңызға бұл бейтаныс тақырып емес. Коммуникация тақырыбы біздің білім саласындағы негізгі бір ортақ бір тақырып деп саналады. Себебі біз сабақ оқытуда да коммуникацияға түсеміз, өзіміздің жұмысымыздың барлығы да коммуникация. Себебі біз құжатпен немесе мынау кабинеттік офистік жүйеде жұмыс істейтін мекеме емеспіз. Біз тікелей қарым-қатынаста жұмыс істейтін мекемеміз. Сондықтан енді бүгінгі эфирге біз ішкі және сыртқы коммуникация деген тақырыпты бекерден бекер алған жоқпыз. Себебі бұған дейінгі эфирлерде біз осы республика көлеміндегі әріптестерімізден директорлар болмаса да педагогтар қауымынан көптеген бір сұрақтар түсіп жатқан уақытта кейбір сұрақты жай зерделейтін болсақ, сол кезде сол мектеп мұғалімдері мен мектеп әкімшілік арасындағы қарым-қатынастың бір әлі де сенімсіздік түрде немесе бір жүйелі түрде қаралмағаны байқалады. Содан кейін бұл шын мәнінде коммуникация құру, яғни мектеп ішіндегі қарым-қатынас, мектептегі директор мен әкімшілік пен педагог арасындағы, педагог пен оқушы арасындағы, немесе мектептегі мұғалімнің үні қаншалықты тыңдалып жатыр деген мәселені бірінші соны көтергіміз келді. Одан кейін жалпы дәл қазіргі күні мектептер арасындағы серіктестік жақсы дамып келе жатыр. Яғни біз жеке мектеп ретінде ғана емес, біз бір-бірімізден сұрап, қарым-қатынаспен бірлесе отырып, тәжірибе алмаса отырып дамимыз. Сондықтан біздің сыртқы коммуникациямыз да, яғни біздің сыртқы ортамен байланысымыз да маңызды. Сондықтан бүгінгі тақырып ішкі және сыртқы коммуникация деп аталады. Жалпы мектепті қоғамның бір кішкентай моделі деген түсінік бар. Ендеше сол мектеп қоғамның кішкентай моделі болатын болса, мектеп басшысын мынау мемлекетті басқаратын президенттің жауапкершілігімен эквивалентті жауапкершілікте деп айтуға болады. Яғни мектепті өзінің мемлекеті ретінде басқару деген бұл мектеп директорының жауапкершілігіне түсетін нәрсе. Ендеше осы жауапты қызметімізде біз директорлар, бүгінгі күнгі директорлар консерватор ретінде жұмыс істейміз бе, әлде конструктивтік диалогқа дайынбыз ба? Мен бүгінгі ең бірінші сауалды осылай бастағым келіп тұр, құрметті әріптестер. Себебі біздің мемлекеттік құрылымда көбінесе біз мемлекеттік қызметшілерден халықпен қарым-қатынас болғанын қатты қалаймыз. Ал біз мектеп директорлары кімбіз? Мектеп директорлары қазір осы мектеп директорының жұмысындағы конструктивтік немесе консервативтік көзқарастың ара қатынасы қандай? Біз қайсысын таңдауымыз керек деп ойлайсыздар? Мектеп басшысын, мынау мемлекет. Сұрақ. Бұл жерде өте бір маңызды дүние да, көптеген
жағдайда біз оқушымен, қоғаммен деп атаймыз ғой, сыртқы емес, директорлардың өзінің қол астындағы әріптестермен, яғни мұғалімдермен бір тіл табыспай жатуы, мысалы әйтпесе директордың деңгейіндегі шешілетін сұрақтың министрге қойылып жатуы, әйтпесе әлеуметтік желіде қойылып жатуының өзі мектептегі белгілі бір деңгейдегі ішкі аураны көрсетіп береді деп ойлаймын өз басым. Яғни мұғалім өзінің, мысалы, жалақыға байланысты сұрақтар, жалақы қалай есептеледі деген сұрақтар, мысалы, мүлдем жалақысының көңіл, мысалы, әйтпесе бір больничныйдың төленуі, жұмысқа жарамсыздықтың, әйтпесе кез келген мектеп деңгейіндегі түсіндіру жұмысымен шешілетін шаруаның сыртқа кеңістікке шығуы мектептегі коммуникацияның жұмысының әлсіздігі деп ойлаймын да. Бұл жерде бір мәселе бар. Біз егер ұжымды қалыптастыра алмасақ, ұжымның арасындағы байланысты қалыптастыра алмасақ, онда ол міндетті түрде сыртқа шығады. Ол деген сөз, ұжым ең кішкентай моделі, яғни ядроның ең ішкі бөлігі ғой. Оның сыртқы, мен енді молекулалармен сөйлеп кетем, сыртқы кеңістіктерімен қалай болады? Яғни одан кейін оқушы тұр, оқушыдан кейін ата-ана тұр, ата-анадан кейін қоғам тұр. Қаншалық ашық бола алады деген сұрақ әрине ойлантады да. Сондықтан директор міндетті түрде ол адаммен жұмыс істеуші. Яғни ең алдымен ол директор, ең алдымен мұғалім ғой. Мұғалімнің басты міндеті оқушымен тіл табысу болатын болса, кез келген уақытта қоғаммен, ұжыммен, ата-анамен, әлгі қандай қиын жағдайда болса да ашық пікірде болу керек деп ойлаймын өз басым. Кеш жарық, қайырлы кеш, құрметті әріптестер, құрметті әлеуметтік желі қолданушылары. Енді бүгінгі тақырып өте өзекті. Коммуникация деген бір арнайы ғылым жоқ қой, бірақ өте қажет. Осы бізге байланыс, қарым-қатынас орнату. Жалпы ең жоғарғысында тұрған мектептен туындайтын оқушы, мұғалім, ата-ана. Енді мен жаңағы сұраққа байланысты ішкі және сыртқы коммуникация деп жатырмыз ғой. Ішкі коммуникацияға кім жатады? Сыртқы коммуникацияға кім жатады? Осыны ойланып отырмын да қазір. Ішкі коммуникация дегеніміз мүмкін біздің оқушылар мен мұғалім. Ал енді сыртқы коммуникацияға мен біресе ата-ананы қойдым. Оны содан кейін басқа қоғаммен орта байланыстарымыз. Енді бізде бар ғой, университетпен байланыс, білім бөлімдерімен байланыс, басқа да қоғамдық орталармен байланыс. Енді ең бастысы коммуникацияда қарым байланыс орнату. Жаңа сіз айтып жатсыз ғой, конструктивтіге жатамыз ба, әлде жаңағы қатал директорлыққа жатамыз ба деп. Бізге, меніңше, ол қағидадан әлде қашан шығатын уақыт келген секілді. Өйткені қазір ешкімді қаталдықпен, осы ызғарлықпен кабинетті тарс қылып жауып алып, есігіңді ешкімге кіргізбей, ондай басқарудың заманы өткен сияқты. Рас, кезінде болды, мысалы кейде өте бір еркін, ашық сөйлесеңде бір қарсы болып атады. Мынау директор деген бір өте бір қатал болмай ма, бір сондай бір ызғар, бір айқайлап, бір сен келе жатқанда мұғалімдердің бәрі қашып, орнынан тұрып, болмаса оқушылар жүріп баратқан жерінен тоқтап қалып, бір бұрынғы бір басшылар болған шығар. Енді әлде де бар шығар бұл басшылар. Енді дәл менің кезімде, менің жасымда, дәл осы қоғамда ол басқарушылықтан көрі кәдімгі еркін, ашық пікірдегі басқарушылыққа, оның барлығын алып келетін қарым-қатынас қой, сөйлеу, бір-бірін ұғынысу. Енді оның артында мектеп бренді тұрғаннан кейін әлде де қазір тоқталып айта жатармыз сіздің сұрағыңызға сәйкес. Рахмет әріптестер. Жалпы бұл сұрақты қоюдағы себепті өзі осы болатын. Өйткені білесіздер, біз мынау эфирге шыққан сайын түнгі біраз уақыттарға дейін, кейде бір апта, 2 аптаға дейін біз аймақтағы кейбір мұғалімдердің сұрағына жауап беріп кетеміз де. Сол кезде мен мұғалімдермен былай сөйлескен уақытта байқайтыным, директорға, немесе директордың орынбасарына, немесе сол мектептің кадр бөліміне
барып сұрайтын сұрақтарын, өйткені оны да оған батылдықтары жетпейді, себебі ондай коммуникация ол жерде ішкі коммуникация толық құрылмаған сияқты. Сондықтан кейбір осы тыңдап отырған әріптестерге ой болсын деп ойлаймыз. Енді тағы да бір қазір міне дәл осы ойды, өзіміздің пікірімізді ортақ қоғамға жеткізу үшін де осы әлеуметтік желіні тиімді қолданып отырмыз. Қазіргі күні қоғамда SMM, әлеуметтік медиа маркетинг жақсы дамыды, SMM жақсы дамыды. Бұл SMM-ді бизнес құрылымдар саласындағы жекелеген адамдар бұл өздерінің компаниясын немесе өздерінің жеке имиджін брендке айналдыру үшін пайдаланады. Ал енді біз негізі білім саласында да біздің бір жақсы миссиямыз бар, білімді брендке айналдыру, немесе мектебіміздің осы бір жақсы үздік мектептердің қатарынан табылуы деген сияқты. Ендеше біз осы тұрғыда осы SMM-ді директорлық жұмысымызда қалай қолданып жатырмыз, немесе әлі де қалай қолдануға болады деп ойлайсыздар? Кімнен бастауға болады? Енді ер азамат деп күтіп отырмыз. Енді менің блогер екенімді шығарып тастаса, маған бұл сұрақ сәл басқашалау сияқты. Біз өзіміздің деңгейімізде, мысалы мен ойлаймын да, білім саласында қаншама түйткілді дүниелер бар. Ақпараттық кеңістікке қарасақ, жұрттың да, ата-ананың да Аятжан мырза да бір техникалық біраз қиындық болып тұр ау дейме? Интернет. Біздің күнделікті тұрмыста ата-аналармен барша әлеуметтік желіде мен айтам, кез келген жерде мен өзімді мұғалім сезінем, ұстаз сезінем деймін да. Ол әлеуметтік желіде отырайын, мейлі тауда жүрейін, мейлі таста жүрейін, мен мұғалім сияқты сезінем. Яғни бос кеңістікте өзіміз туралы, білім саласы туралы кез келген уақытта ойымызды ашық білдіріп, ашық айтып, көзқарасымызды жеткізіп, ата-анаға да кез келген уақытта бұл білім саласының бір түйткілдерін жұртқа анық, плюс жағында, минус жағында толық түсіндіру. Ата-ана неге мән беру керек, нені түсіну керек. Сондықтан біз жұмысымызды көрсеткен кезде, білім саласын көрсеткен кезде жұрт толық ақпарат алып отырады. Елдің бәрі мектепте жүрген жоқ қой. Кез келген ата-ана мектеп туралы ақпарат, мысалы 20 жыл, 30 жыл бұрынғы көзқараспен қарауы мүмкін. Бірақ бүгінгі көзқарас басқа. Бүгінгі біз айтып жүрміз ғой, Зайт заман ұрпағы деп. Зайт заман ұрпағының көзқарасы басқа. Сондықтан біз осы бүгінгі ұрпақтың көзқарасымен қалай қарау керек деген сияқты. Жаңа мамандықтар туралы әртүрлі деңгейде біз кез келген уақытта білім саласынан кеңесші бола алатын деңгейде болуымыз керек деп ойлаймын. Мектеп басшысы білім саласында кез келген нәрсеге сараптама жасай алатын маман болу керек деп ойлаймын өз басым. Сондықтан шетелдік көзқарасымен айтсаң, кез келген білім мектептің директоры ол білім саласының блогері болуға дайын кадр деп ойлаймын мен. Осы жерде бір сөз айтқым келіп тұр, бір ешкімге жасырын емес, басқа қалаларда қайдам, бізде көбіне былай айтады, ақпаратыңды жариялап, жұмысыңды жүргізсең, бізде бір пікір бар, жасырын емес, айтуға болады. Сафура ханым, айта беріңіз. Пиар үшін жүр дейді да. Аятжан, осы пікір бір қызық қабылдаймын осыны. Мен айтам, қазір не көп, контент көп, түрлі, платформада көп, жұмысты көрсету. Ең бастысы контентті табу, сосын ол жерде не айтамын, нені айтамын, қалай көрсете аламын. Мүмкін осы бағытта жұмысыңды жүйелі көрсет. Басқаны тек өз жұмысыңды көрсету. Онда тұрған бір қауіптілік жоқ сияқты. Әлеуметтік желіні ақпараттықты пайдалану. Өйткені қазіргі адамдар қанша дегенмен барлығы бәрі бірде ақпаратқа көп сенеді. Ақпаратқа көп бағынышты. Сондықтан жаңағы бір жұмысыңды көрсетсең, кейбірде бір пікір естиміз, пиар үшін жасайды деп. Кім қой деп жатыр?
мен айтам, оларда да бәрінде бар ғой қазір. Ұялы телефон да бар, интернет те бар. Сондықтан бір ешқандай қиындығы жоқ сияқты ешкімге де. Бар нәрсені көрсетуге кім шектеу қояды? Бұл жерде бір ғана немнен асып кетпеу керек деп ойлаймын да, бір шекарада. Яғни өз жұмысыңды көрсет. Біз ұстаз екенімізді ұмытпайтын бір тым арзан дүниеге кетіп қалмау, мысалы, мысалы қараңыз, бір баланың ойынына кетіп қалмау, бір дискотекалық деңгейге кетіп қалмау деген сияқты дүниелер болмаса, ұстаз этикасының айналасында істеген жұмыс жарқырап көрсету керек. Өйткені сіздің жақсы жұмысыңызды, бұл жерде мән нәрсе ғой, ана қайырымдылық жасағанды, дінде бар дүние ғой, қайырымдылық жасағанды ашық көрсету керек, бірақ сенің қайырымдылық жасағаныңды көру арқылы жұртта сондай жақсылық жасағанды үйренсе, ол пайдалы. Тура сол сияқты сіздің жақсы жұмысыңызды көріп, жұртта бір жаңашылық енгізіп жаста мектептегі, неге қуанбасқа? Яғни бұрын мәнде ғой, бұрын іс тәжірибе алмасу, қатар тұрған бір, мысалы, мен сіздің мектепке іс-шара тәжірибе алмасу үшін мен сізге баруым керек болатын. Қазір баруым қажет жоқ, өйткені сіздің не істеп жатқаныңызды мен белгілі бір дәрежеде әлеуметтік желіде көріп отырмын. Соным өзімдік үлесім жасау, мысалы, деген сияқты бір-бірімізбен байланыстың бір заманауи форматына көшетін уақыт келді да, оны бір тәжірибе алмасудың бір мысал былай ғой, ішіңдегі жұмысыңның идеяңды жұртқа қайырымдылық ретінде таратумен бірдей сияқты. Оның бір сөкеттігі жоқ негізі менің ойымда. Өте жақсы пікір айтып отырсыз. Кімге не месседж беруді білу керек қой енді. Кімге не қажеттілігі, ортақ мақсатты табуды. Бәлкім сол ортақ мақсатқа мына жерде үшеуі ғой енді коммуникацияда тұрған мұғалім, ата-ана, оқушы. Сол мектеп брендін қалыптастыруда сол үшеуінің ортақ мақсатын тауып алсақ, үшеуіне ортақ. Мұғалімге не керек? Директорден, мектептен. Сіздердің бұл ойларыңызбен келісем, құрметті әріптестер. Жалпы өзі бүгін коммуникация деген тақырыпқа эфирімізді арнасақ, коммуникация жасаудағы кедергі тек қана адамның ішіне емес, мына техникаға да байланысты, техникада да бір сәл арасында ақаулықтар болып тұр, кешірім сұраймыз. Енді жалпы бұл сұрақтан кейін өзінен өзі бір мынадай сұрақ туындайды. Біздің мемлекет басшысы мынау халық үніне құлақ асатын үкімет деген бір саясат алға қойды. Әрине сол тапсырмадан кейін барлығы бүкіл үкіметтік құрылымдар, министрліктер, әкімдіктер, басқармалар барлығы осы әлеуметтік желіде аккаунттарын ашып тек қана өздерінің ақпаратын берумен ғана шектеліп тұр көп жағдайда. Сонда біз ол кісілерге өзіміздің хабарламамызды қалдыру немесе әлеуметтік желіні де коммуникацияның тиімді құралы ретінде қолданудың бір үлкен пайдасы бар екенін осы әріптестер барлығы мойындайды деп ойлаймын. Себебі дәл осы әлеуметтік желінің пайдасын көргендіктен біз қазір мына Қызылорда болсын, өткен эфирге шыққан мына Маңғыстау, Маңғыстау, Шығыс Қазақстан, Шымкент барлығымыз бір-бірімізбен еркін коммуникация жасап отырмыз. Ол үшін бір-бірімізге ұшып барудың да қажеті жоқ. Енді өткенде осы әлеуметтік желіде бір Қазақстан ұстаздары тобында бір жазба оқып едім. Мектеп директоры да бұл өзінің командасымен жүреді. Ол қақпашыға жеткенше бірнеше шабуылшы бар, қорғаушылары бар, жартылай қорғаушылары бар. Содан осы қақпаға жетем дегенше өзі оған қақпаға жету үшін осы Месси сияқты өте бір ептілік керек, кейде соған жете алмай діңкен құриды деген сияқты бір осындай мазмұндағы жазбаны оқыдым. Әрине бұл өткір сатира. Енді мен сіздерден сұрағым келеді, сіздер мектептеріңізде осы тараптан қарайтын болсақ, қай позициядасыздар? Сіздерді қорғайтын қорғаушыларыңыз қанша? Сіздерге келетін ата-ананы немесе сырттан келетін бір ақпаратты жеткізбей, орта жолдан директорға кіруге болмайды деп әңгіме айтатындай қорғаушыларыңыз қаншалықты, немесе шабуылшыларыңыз орта жолдан ақпаратқа тойтарыс бере алатындай?
мен өз басым есігім түгілі мен жұмысқа келген кезде бірінші кезде айтқан. Мен сабағыма болсын, қай уақытта болсын, маған кіретін адам рұқсат сұрамай кіру. Іште адам бар ма жоқ па, соны ғана білсе болды. Яғни мысалы мектептегі, енді әртүрлі мектепте әртүрлі районды көрдік қой, мектептегі өзінің мұғалімдерін тек қана жазылу арқылы қабылдайтын да басшыларды көрдік. Яғни өзінің мұғалімі белгілі бір уақытқа жазылса ғана қабылдайтын, басқа уақытта қабылданбайтын деген сияқты. Мен ойлаймын, бір ғана сатымен айтқан кезде есік қашанда ашық болу керек. Директордың есігі жабық тұруға болмайды деп ойлаймын. Өйткені жабық тұрған нәрсе іштегі дүниеге күмән келтіреді ғой. Сондықтан жабылған сайын, оранған сайын орана береміз. Яғни менің көзқарасымда директордың есігі жабылмағаны дұрыс. Сіз жалғыз қақпаштан тұратын футболдық командасы ендеше солай ма? Енді сұрақ өте қызықты. Ең доступный директорлардың бірлері шығар, енді осы жерде отырған. Сондықтан ол есікті жауып алып, бағана да айтып жатырмын ғой, есікті жауып алып, осы кіргізбей, болмаса сөйлеспей, ондайдың ол деңгейден біз көрген жоқпыз. Біз енді кейін келген директорларымыз, біз қайта мен айтам, баламен бала болып, мұғаліммен мұғалім болып, ата-анамен ата-ана болып, маған десе мектепке жаңағы кроссовкамен де келе беруге дайынмын. Ең бастысы мектептің өзінің миссиясын орындаса, өзінің құндылығын орындаса, өте шектен шықпай, кәдімгі еркін, мен кіші қызметкердің де қасында тұрам, мен әкімшіліктің де қасында тұрам, мен мұғалімдің де қасында тұрам. Менің ұялы телефоным 24 сағат қосулы, жауап беруге де әзірмін. Ол кейде түнде де жазып жатады беймезгіл уақытта. Мен әрқашанда қасынан табылуға әзірмін деп үнемі айтамын. Мен көмектесуге әзірмін. Сондықтан ол сізде жабық деген сөз жоқ. Тағы бір мәселе бар да. Дәл осындай ашық коммуникацияға түсу үшін белгілі бір деңгейде ұжымды, оқушыны, ата-ананы қалыптастыру уақыты болу керек та, қалыптастыру керек. Өйткені мысалы басқа сіз сияқты емес бір басқа шәкірт директордан қоластынан келуі мүмкін, ол директорға кәдімгі есіктен кірген кезде дірілдеп тұратын жағдай болуы мүмкін, немесе тағы бір түрлі болуы мүмкін. Мысалы ұжымды ерту керек қой, ұжым ерсе, соңынан ұжым ерсе қалыптасады екен соған. Ал енді кейбір адамдар болады, сен жұмсақ, сен шекара сақтамаған кезде басқа шығып кету, жіберу. Мысалы оқушыны сабақ уақытында қалыптан секілесе кейбір оқушылар бір білген істеп кететін жағдай болады ғой. Сондықтан әлгі бір мәдениеттілік нәрседе баланс болу керек. Баланс болу керек. Коммуникациядағы баланс деген бар ғой өзі. Өте жақсы. Жалпы мен енді осы қазіргі екі спикерден де кішкене директорлық өтілім жоғарылау болғаннан кейін мынандай бір нәрсені айтқым келеді. Мен мысалы директор, мектеп басшысы ашық болған сайын жұмыстың жеңілдейтініне көзім жетті. Егер шын мәнінде жаңағы алдымызға бәленбай қақпашыны, бәленбай қорғаушыны, бәленбай шабуылшы, жартылай қорғаушыларды қойып алып, өзіміз тығылып отыратын болсақ, проблеманың үстіне жинала береді. Одан кейін егер мектеп басшысы мектебінің маңайында болып жатқан кейбір мәселелерден тыс қалып қоятын болса, яғни оны жаңағы өзінің орынбасарына ысырып сап, немесе тағы да басқа сынып жетекшіге ысырып сап деген сияқты. Сондықтан әрине мынау ашық болу, яғни кез келген уақытта сізге директор болсын, мұғаліміңіз болсын, жаңағы ата-аналар болсын, оқушылар болсын, сізге өзінің проблемасын айтқан уақытта сізде жұмыс жеңілдейді. Себебі сіз дәл сол кезде сіз тағы бір түзету шарасын, немесе ол кісілердің айтқан идея бойынша бір тағы да жаңа бір бағыттарға жоспар жасайсыз. Сондықтан құрметті әріптестер, бұл сұрақтан біз шынында да жаңағы әлеуметтік желідегі бір өткір сатираны негізге алып отырмыз ғой. Ал енді бізде тағы бір мәселе бар да, біз тәулігіне 24 сағат қолжетімдіміз деп айтамыз. Бірақ бізде директорлардың қызметінде тағы бір басшылыққа алатын нормативтік құжат бар. Бұл мынау жеке және заңды тұлғаларды өтініштерін
қабылдау, күні қабылдау. Ол жерде бізге бір шектеу қойып тастайды да, жаңағы арнайы кесте бекітілу керек деп. Мен сол бірнеше жыл қатарынан кесте бекітпей жүрген кезде маған бір кәдімгі ескерту жасаған. Сізде кестеңіз жоқ, сайтқа нақты кесте қой. Мен күнде солаймын десем, күнде деген болмайды деп. Сонда мен таңғаламын да, мысалы, жарайды, ал мен қойдым, сейсенбі күні сағат 5-тен 6-ға дейін қабылдаймын деп. Сонда келесі сейсенбіге дейін мен ата-ана күтіп жүру керек па? Сондықтан бұл жерде де бір кішкене, егер біз нормативтік құжаттың ішіндегі дүниеге қарап қалатын болсақ, біздің кейбір жұмысымыз басқа сипатқа кетіп қалады. Сондықтан жаңағы ашықтық принципі деген өте жақсы дүние деп ойлаймын. Енді жалпы мектеп, біз енді мектеп басқарып отырмыз. Мектептің жүрегі мұғалім деп айтады Ахмет Байтұрсынұлы. Біздің мектептегі жұмысымыздың сапалы болуы, жұмысымыздың өнімділігі, ол әрине мұғалімдерге байланысты. Ол тек мұғалімнің біліміне ғана, біліктілігіне ғана емес, біздің қаншалықты менеджменттік көзқарасымыз қаншалықты дұрыс, біз қаншалықты дұрыс ұйымдастырушы бола алып отырмыз. Осыған да байланысты, оны енді мойындайтын шығарсыздар. Ал кейбір жағдайда мұғалімдер әртүрлі сұрақтармен, әрине біз енді бұл жерде көбінесе жаңағы бухгалтериямен ғана байланыстырмай-ақ қояйық. Кез келген, мысалы, бір қиындық, сабақта баламен жұмыста қиындық болып қалса, бірдеңе болып қалса, мектепте кімнен ақылдасуға болатынын, кімнен барып сұрайтынын, қандай да бір сұрақпен қай мектептегі қай тұлғаға бару керек екенін білуі де маңызды. Дәл осы тұста мектептің жаңағы ішкі коммуникациясын тұрақты жүйелі қою керек болады бұл жерде. Енді қараңыздаршы, мысалы, кейде енді оны қазір Аятжан бірден оны түсінетті, ол сұрақты. Мысалы, директор ретінде ешқандай ата-ана, мысалы, сынып жетекшіге де бармай, директордың орынбасарына да бармай, ата-ана бірден мәселесімен бізге шыға беруі мүмкін. Өйткені біз телефонымызды барлығын ашық жерде беріп қойдық, мектепке келсе кез келген уақытта қабылдаймыз. Ал енді осы қалай болады? Кейбір жерлерде, мысалы, маған неге бірінші келмедіңіз, маған ескертпедіңіз деп сынып жетекшісі ренжитін тұстар бар ата-анаға. Ол ата-ана маған келгенде мен ол сынып жетекшіні немесе жаңағы директордың орынбасарын жауапты адамды ол бір жазалап бір жаққа қуып жібермейміз ғой, бірақ бәрібір мәселені шешеміз. Бірақ сіздер коллективтеріңізде осы бір ойды кездестірдіңіздер ме, және онымен қалай күресуге болады? Яғни кез келген сын пікірді директорға барып айтқан уақытта ары қарай бір разборка болып кетпеуін қалай реттей аласыздар? Енді бір тәжірибеде былай болды. Ата-анамен деңгейіне шықпай-ақ қояйын, бірақ мектептің бірлестіктерімен жұмыс жасап бастаған кезде орынбасарларсыз бірлестіктерге жеке жиналыстар ашып, бірлестіктермен бір нәрселер талқылаған кезде реніш тудырған орынбасарлар болды. Неге? Бізсіз. Сонда біз адам емеспіз ба деген сұрақтың туындауы. Яғни сол жүйе, баспалдақ жүйе қалыптасқанда, негізі содан барып баспалдақ жүйе қалыптасты. Яғни директор, орынбасарлар басқару болып тұр ғой. Директор, орынбасар, мұғалімдер деген баспалдақ жүйе қалыптасып кеткен адамдарда сен мынаған айтасың, ол келесі айту керек деген бір принцип орнап қалады да, негізі жоқ. Кез келген уақытта дөңгелек столдың форматы болу керек деп ойлаймын. Әркім өзінің көзқарасын айтсын. Содан кейін де бағана қорғаушыға дейінгі, қақпашыға дейінгі жетпей қалған мәселе қайда шығады? Сыртқа шығады. Бұндай ситуациялар көп, өте көп. Сондықтан бұл жерде жалпы ойланатын, яғни бұл жерде тек қана немен емес, мектептің әкімшілігі емес, бір қоғамның жүйенің өзгерісі керек сияқты болып тұрады. Өйткені қоғам біртіндеп өзгерген кезде, қоғам бәрі тең қатынаста сөйлей салған кезде, тең мәміледе сөйлей салған кезде, біз әкімшілік пен мұғалімдер екі лагер емес, әйтпесе әкімшілік мектеп пен ата-аналар екі лагер емес, бірлікте жұмыс жасайтын қауым қалыптасады деп ойлаймын. Бұл жерде мектептегі басты тұлға ол кім? Мектептегі басты тұлға не десек те бала.
Ал мен айтам окуушунун үч журту деп. Окуушунун үч журту мектеп, ата-ана және қоғам. Осы үш жұрт ынтымақты болып бір-бірімен тең қарым-қатынаста, тең талқылауда жұмыс жасағанда ғана оқушы дұрыс тұлға болып өсіп жетіледі. Ал енді біз егер әкімшілікті диктаторлықпен басқарамыз, әкімшілік мұғалімдерді диктаторлықпен басқарса, сіздің мұғалімға деген агрессиялы көңіл күйіңіз кімге барады? Оқушыға жетеді. Яғни мұғалім барады да оқушыға агрессиясын тигізеді. Яғни сіздің энергияңыз кімге жетеді? Ең соңында жаман энергияңыз оқушыға жетеді. Яғни сіз қаншалық диктатор болған сайын, соншалық бұзық мінезді оқушыны көбірек тәрбиелейсіз. Менің көзқарасым. Енді бұл мәселе өте бір шамалы салмақтылау, себебі мен бұған өзі бетпе-бет кездестім бұндайға. Кәдімгі жаңағы болады, директор, оның өз командасы, болмаса орынбасарлар, оның өз командасы. Мен кездестім, жаңағы телефон арқылы өзіңе мен орынбасарға айта алмаймын, сізге айтайын деп едім дегендер де практикамда болды. Сондықтан ол ең бастысы ұжымды өзіңе сендіру шығар. Егер бұл байланысты үзу үшін бірінші қызметкерлерді, жаңағы орынбасарды өзіңе қарату, айтқан сөзіңе сендіру, артыңнан ерте білу, одан кейін барып біріккеннен кейін, бағана айтып жатырсыздар ғой, орынбасарларды қалай жүргізіледі, қалай болады деп, бұл күреспен. Менде мысалы 7 орынбасар бар екен. Мен үнемі айтам, маған 2 орынбасар да жетеді жұмыс жүргізуге деп. Өйткені билік көбейген сайын басқа бір мүмкін қалыпсыз жағдай жүргізілетін сияқты. Сондықтан ашықтық қой, мүмкіндігінше. Орынбасарға да, мұғалімге де, ата-анаға да, оқушыға да. Тағы да мынандай нәрсені қосуға болады да, егер ата-ана жақсы бол, сынып жетекшіге хабарласпай, директордың орынбасарына хабарласпай, бізге келіп қандай да бір проблеманы көтерген жағдайда, біз барлық жағдайда бірдей тек ата-ананың сөзін сөйлеп кетпеуіміз де маңызды. Неге артынан көп мұғалімдер разборка жасап кетеді, сіз неге маған келмедіңіз деп. Өйткені артынан ол кісі жарайды кетер, артынан жаңағы директор ол жерде бір объективті, әділетті шешім қабылдаған жағдайда сенім пайда болады да. Сондықтан бұл сонда егер директор тікелей кез келген уақытта ата-ана мен оқушымен, мұғаліммен қарым-қатынас жасайтын болса, ол мектептің директорының орынбасарының бақыты деп ойлаймын. Сондықтан директордың орынбасарлары өздерінің негізгі жаңағы өзі оқу тәрбие процесін толығымен ұйымдастырып бақылау дегенде өте үлкен күрделі жұмыс қой. Сол жұмысты істей берсе де дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан егер директор мен мұғалімнің ортасында, директор мен әкімшілік мүшелерінің ортасында бір сенім қалыптасқан болса, коммуникация болса, директорға осы мен туралы сын айтып, немесе менің жұмысыма бір шағым айтып бардау деп қатты қорықпау керек. Бірақ енді әсіресе біздің ұзақ жұмыс істеген мұғалімдерімізде мынау синдром отличника дейміз ғой, кішкене бір сын естімеуге тырысатын позиция болады ғой, сол жағынан көп қиналатыны бар шығар. Мына жерде бір пікір жазыпты әлеуметтік желіде, енді толық оқымай-ақ қояйын, неліктен директорлардың ашықтыққа ұмтылуына не кедергі дейді. Директор неліктен қамқоршылық кеңесін басқаруға араластырғысы келмейді, кәсіподақты неге уысынан шығармайды. Енді бұл туралы бүгін осы айтылып жатқан, бағанадан бері эфирде айтылып жатқан мәселенің барлығы осы да, директор неге ашықтыққа ұмтылмайды, не кедергі деген нәрсе, ол енді түрлі факторлар әсер етіп жатыр. Енді мысалы мынау 2016 жылдан бастап әлем бойынша 4-ші революциялық, жаңағы 4-ші технологиялық революция басталды, сол 4-ші технологиялық революция басталды. Енді сол кезден бастап әлемде бір құндылықтар өзгере бастады. Адамдарға мынау кәсіби қатаң құндылықтардан басқа, кәсіби қатаң
дағдылардан басқа икемді дағдылар да керек болып жатыр. Сол кезде міне 4К моделі деген бұл біздің тек білім саласы емес, мына бизнес құрылымға бірінші енді, одан кейін барып біз білімге өзімізге икемдеп алдық. 4К моделі алға шықты. Бұл жерде жаңағы креативтілік, сыни ойлау, яғни критикалық ойлау, одан кейін коллаборация және коммуникация. Бұл біздің мұғалімдерге де қажет нәрсе де. Енді осы сөздер тек бізде мынау мысалы импортный сөздер деп айтуымыз мүмкін. Осы импортный сөздерді біз директорлар өзіміздің қызметімізде қалай қолдана алып жүрміз. Осы модельге біз директорлар сиямыз ба, немесе сол модель бізге сия ма? Қалай ойлайсыздар? Біз қаншалықты осы икемді дағдыларды, яғни жаңа коллаборация, коммуникация, креативтілік, жаңағы critical thinking деген сияқты дағдыларды біз қаншалықты пайдалана алып жүрміз? Қарлаш ханым, мен жалғыз өзіңіз қалдыңыз, жақсылап көзіңіз сөйлейді. Аятжан мырза жоқ. Айта беріңіз десеңізші. Жалпы Сафура ханым, мен былай деймін да, қазір ойланып отырмын да, мысалы бір ресторанға барайық, кафеге барайық, ресторанға барайық. Бір заказ бердік, салатты алдық, мысалы сізге даяшы келіп тұр, мына салаттың құрамында, мына салатта заказ берейін деп едім, не бар десек, ол оның дәмін айта алмайды, оның құрамын айта алмайды, тек тақырыбын айтып отырады. Сондықтан әрбір мұғаліммен жұмыс жүргізу, мына қандай шараң болсын, қандай миссияң болсын, қандай бағдарламаң болсын, қандай жобаң болсын, мектепке келіп жатқан, соның барлығын өздеріне түсіндіріп, ең бірінші мақсатын түсіндіріп, сол әкелген жобаңның, болмаса бастайын деп отқан идеяның мақсатын түсініп алса, ол өздерінен өздері кәдімгі мен деп тұрған завучта, ар жақта өзімен өзі жүрген мұғалімде бірден еріп кете береді деп ойлаймын. Жаңа біздің директордың креативтілігіне де, директордың коллаборациясына да, коммуникация, ең бәрін шешетін коммуникация ғой. Соның бәрін қарым-қатынас, мәдениет, сөйлеу мәдениеті, жаңағы тілін табу, соны өзіңе қарату, бәрін сол арқылы қандай шешімге де бір жетеміз деймін. Ең бірінші жаңағы менің терімді киіп көрші дегендей, сен өзіңді соның орнына қойдырып, енді сен оған да бір шанс беру керек сияқты, орынбасарға да соны бір көрсетіп, ол таяқта жеп көрсін, ол жақсылықты да көрсін. Мүмкін ол өзі басынан өткергеннен кейін, ары қарай сенің жұмысың толығымен жүргізіле береді, ол тоқтаусыз кете береді. Жаңағыдай, А нүктесі, Б нүктесі тұрса, жаңа ортасынан ақпараттық жұмысты жүргізсеңіз, кәдімгі көтеріледі, қай шараңыз болсын, қай бағытыңыз болсын. Өте жақсы. Жалпы қазіргі күні осы икемді дағдылармен қоса, қазір біздің білім саласында мынау негізгі 4 дағдыны айтамыз, айтылым, жазылым, оқылым, тыңдалым. Біз кез келген қазір мұғалімнен, кез келген директордан сұрасақ, оқушының айтылымын дамытып жатырмыз, тыңдалымын дамытып жатырмыз, жазылымын, оқылымын дамытып жатырмыз дейміз. Біз өзімізде осыны қаншалықты дамытып жатырмыз, немесе біздің әріптестерімізде, мұғалімдерде осыны біз қаншалықты дамытып жатырмыз? Жақсы, енді айтылым, тыңдалым, оқылым, ол барлығы, мысалы, кез келген уақытта жиналыс, бір талдау жұмысын жүргізу, мәселе шығып тұрса, онымен міндетті емес, кабинетте отырып, оны бір қатал жиналыс есебінде өткізу. Оның барлығын түсіндіру. Қажет па интернет сілтемесін жіберу, көрсету, бірге бару, бірге жүру, ұстазыңмен де, мұғаліммен де, жаңағыдай байланыс бір-бірінен шықпайтыны, жаңағы мұғалімде болып жатқан информация саған жетпей қалатын, бағанағы айтып жатқан завучтардан, болмаса сынып жетекшіден, директорға келмей жатады ғой информациялар. Сондықтан соның барлығын есту үшін бірге директор шығып, сөйлепсіп, әңгімелесіп,
мысалы шай үстінде көп нәрсе айтылады екен. Мысалы оқушымен осы жақында ғана мен бір оқушылардың ортасында 4,5 сағат отырыппын. Қалай өтіп кеткенін білмедім. Тіпті сол әңгімелесу арқылы қай мұғалім жаңағы оған ұнайды, қай пәннен қиындық тудырып тұр оған. Тіпті жігіті кім оның, соның барлығын сол ортасына кіріп қана анықтайды екенсің директор. Енді осы мысалы біз оқушы үні, ата-ана үні, мұғалім үні деген сөздерді осы кейінгі жылдары өте жиі қолданамыз. Енді сол оқушы үні, біз осы елдің үнін тыңдай бергеніміз сіздердің жұмыстарыңызға кедергі тигізбей ме? Жоқ, тигізбейді. Әрбір үннен сізде бір проблема шығады. Әрине, оны жою, мысалы сын болса, сыннан қорытынды шығарасың өзің. Ертеңгі күнге жоспарға қоясың, жоюға жұмыс жасайсың, сол бағытты түзетуге жұмыс жасаймыз. Жаңағы жақсы дүниесін естісек, мынау мен жақсы жолда келе жатыр екенмін ғой, мына дұрыс жолда келе жатыр екенмін, менің миссиям дұрыс екен. Енді менің миссиям жаңағы мектептің, мысалы менің бір мектеп қай директорының да арманы деп ойлаймын ол. Сол мынаншасыншы мектеп қой деп қана қоймай, сол мектептің атауын айтқан кезде, ол мектепте мынадай бар, ол мектепте анадай бар деп айтатындай болу үшін сол жаңа қадамдардың бәрінен өтуіміз керек шығар, соны түзеуіміз керек. Неге одан біздің жұмысымыз көбейеді? Енді сол үшін осы жолды таңдап келдік, осы жолға өз қалауымызбен келдік. Мұғалім болам, жаңағы директор болам, басшы болам деп бәрі баспалдығынан өткеннен кейін, орынбасарлықтан да баспалдығын өткеннен кейін. Сондықтан осы жұмысты міндетті түрде жасауымыз керек. Әрі қызық ол, өте қызық. Өйткені менің жалпы табиғатыма бір кабинетте отырып, жұмыс жасай беру, енді ол маған жат нәрсе, басқаға білмеймін, кабинетке сыймайтын адамдармыз ғой. Өте жақсы, Аятжан мырза, химик қой, бірдеңені химичтеттерді екеу болып шықты. Аятжан мырза, жалпы мынау оқушы үні, ата-ана үні, мұғалім үні дегенді біз алдыңғы орынға қойдық та, осы сіздің жұмысыңызға кедергі келтірмей ме? Оқушыны тыңдаған сайын, немесе ата-ананы тыңдаған сайын бізде бір проблема туындайтынын білесіз. Жоқ, бұл жерде басты кішкене қозғау керек болады. Бір-екі нәрсені ашып алу керек та, мұғалімді, ата-ананы келген уақытта бағанағы демократия мен бір немененің арақашықтығын сақтау маңызды. Себебі егер біз арақашықтығын сақтамасақ, онда мұғалімді қайтеміз, құрбандыққа шалып аламыз. Ал мұғалімді құрбандыққа шалып алсақ, қаншама жақсы мұғалімнің мотивациясы кетіп қалуы мүмкін. Жақсы мұғалім әлсіретіп алуы мүмкін. Өйткені ол біздің директор ата-ананың алдында, әйтпесе оқушының алдында бізді жығып береді дейтін көзқарас қалыптаспау керек. Қай уақытта бұл жерде бірінші нәрсе ғой. Негізі директордың міндеті көп айтады ғой, директордық оңай. Бірақ бір нәрсе бар да, директордың соның арасындағы балансты сақтау, әділеттілікті сақтау өте ауыр жұмысы да директордың. Яғни ақ қара дей алмасаң, мысалы, мынандай нәрсе болады ғой. Комменттерге қарай ой сұққан кезде мынандай дүние айтып жатыр, директорлардың құлағы болады деген сияқты. Яғни мектепте сен өзіңі өсек жеткізіп тұратын адамдарға дейінгі деңгейге түсу, ол ұстаздықтан кетудің жолы деп ойлаймын. Яғни өзіңді әділ принциптері жоқ болған кезде жұрттың сөзімен, жұрттың көзімен жұртқа қарай бастайсың. Сондықтан бұл жерде бірінші принципке алатын нәрсе әділдік. Мұғалім, оқушы, ата-ана, қоғам төрттік арасындағы бір әділдікті сақтау басты маңызды дүние. Әйтпесе шыны керек, әртүрлі ата-ана бар, әртүрлі оқушы бар. Өте-мөте кезінде осы педагог мәртебесін ең алғаш ұсынысын тастаған кезде маған мынандай сұрақ қойды да, не үшін педагог мәртебесі
керек деген сұрақ қойған кезде мен айтамын, бала құқығы туралы заң педагогтарды аяққа таптайтын нормаға айналып кетті. Яғни бала құқығының кейбір баптарын мұғалімға шабуыл жасайтын норма етіп алған қауымда бар. Яғни кез келген уақытта бір жазалаушы, яғни төменгі сатыға мұғалімді құрбан етуші жағдайлар пайда болды да, сондықтан бұл мұғалім, оқушы, ата-ана арасындағы дәлдікті ұстау директордың басты міндеті. Енді тәжірибеде қалыптасар, енді біздікі, біз сіздің қасыңызда жас директорымыз ғой, бала шағамыз. Ой. Жақсы. Мынадай бір сұрақ түсіпті, кеш жарық, жұмыстарыңызға сәттілік. Сіздердің айтуларыңыз бойынша кімде болса тікелей шыққаны құптарлық іс, қолдаймын дейді. Бірақ менде мынадай сұрақ туындайды. Сіз қолжетімдісіз. Ортада орынбасардың болуы міндет емес болса, онда сол орынбасарды неге тағайындадыңыз? Себебі орынбасар сіздің жұмысыңыздың қандай да бір пайызын бірге атқаратын жаныңыздағы көмекші емес пе дейді. Осыған не дер едіңіздер? Жоқ, бұл жерде әркімнің өзінің лауазымдық міндеті бар ғой. Бұл лауазымдық міндетке дұрыс қарау деп ойлаймын. Бұл жерде орынбасардың міндеті ата-анамен байланыс, немен емес қой. Оның өзінің айналысатын шаруалары бар. Жалпы директордың ашық болуы орынбасардың жұмысын жеңілдетеді. Және директордың өзінің де жұмысын жеңілдетеді. Яғни орынбасар мұғалімнен естіп, мұғалімдікін директорға жеткізіп, арасында көпір болып жүрмеу керек. Орынбасар не болу керек? Тәрбие орынбасары тәрбие процесімен айналысу керек. Оқу орынбасары білімнің сапасын көтерумен айналысу керек деген сияқты. Бұл жерде орынбасардың міндеті тек қана, біз орынбасардың міндетін елшінің міндетімен шатыстырып алған сияқтымыз, андағы көзқарасқа қараса. Ол елші емес қой. Арадағы дәнекер көпір емес. Ол өзінің лауазымдық міндеті бар, жауапты тұлға. Мектептегі психолог қандай тұлға? Тура орынбасарда сондай бір өзінің лауазымдық міндеті бар тұлға. Дұрыс айтасыз. Орынбасар, енді орынбасарды мүлде жойып таста деп жатқанымыз жоқ. Орынбасар керек, әрине керек. Жұмысын оқуға, жаңағыдай дәл Аятжанның сөзін жандандырғым келеді. Именно өз жұмысымен айналысса орынбасар. Өзінің бағытын дұрыс таңдаса, өзіне тиесілі жұмыспен ғана айналса, әрине орынбасардан ол директорге, егер орынбасарың мықты болса, мен ойлаймын, оқушыларының жұмысы, мұғалімдерінің жұмысы жүргізіп алса, директорге жұмыс қалмайтын да сияқты. Егер сенің орынбасарларың мықты болып, әр жұмысын өзінің бағытын, өзінің жоспарына сәйкес, бізде кейбір орынбасарлар өзіне тиесілі емес, жаңағы басқа жұмыстармен айналысып кетеді ғой, бөтен. Өзінің тапсырма бермеген, жаңағыдай бірімен бірі әңгіме сөз, жаңағыдай болмаса тағы да басқа дүниелермен айналысып кетеді. Егер өз жұмысымен айналысқан орынбасарлар отырса, онда сенің мектебің өте жоғары деңгейге жететінін мен нақты көзім жетті. Бұл жерде жалпы лауазымдық міндет деген дүниені ұстану керек та. Мысалы, бағанағы директордың құлақтарын айналуы орынбасарлардың, ол лауазымдық міндеттен тысқары шығып кету деген дүниеге келіп соғады ғой. Жалғыз құлақтары емес, тағы да қалталары да болады кейде. Немене, соның жазалаушы тоқпақтары деңіз. Тоқпақтары ма, әлде басқалары ма? Директор. Дәл сондай орынбасарларды қалыптастыруда директордың өзінің қателігі. Дұрыс айтасыз. Бұл жердегі мәселе ақша жинаушы орынбасарлар да болады дейді. Ол әрине. Мынандай нәрсе де бар да, жалпы бұл барлығын бірдей ата-ананы да, мұғалімді де тек директор тыңдайды деген сөз емес, бірақ кез келген уақытта сол кезде директордың орынбасары басқа бір жұмыспен айналысып жатқан уақытта ол неге ол кісіні күтіп отыру керек, немесе ертеңінде қайтып келу керек. Сол кезде бірден директорға өзінің ой пікірін айта беруге болады. Екіншіден, мектептегі директордың орынбасарлары директор жоқ уақытта да
дәл сол функцияларды атқарып, барлық коммуникацияны дұрыс жолға қоя алса, бұл директордың мықтылығы. Әйтпесе келгенде, мысалы, біз кейде жиналыста, сыртта, басқа жерде жүргенде, немесе біз бос болмай қалған жағдайда, дәл сіз сияқты келушіні, ата-ана болсын, оқушы болсын, мұғалім болсын, директордың орынбасары қабылдай қойып, мәселені шешіп беріп, ары қарай сол мәселені аяқ асты қалдырмайтын болса, бұл да директордың мықтылығы. Сондықтан бұл жерде орынбасар әлсіз, директор мықты деген позицияда емес. Бұл жерде директор да, орынбасар да мектептегі коммуникацияға тікелей жауапты адамдар. Яғни біз ол кері байланыс арқылы көбінесе жаңағы мектептің бағасын білеміз, немесе мектептің проблемасын көреміз, немесе бір тағы тың идеялар туындатады. Сондықтан, құрметті әріптестер, жақсы пікірлеріңіз үшін рахмет. Және енді менде мынандай бір сұрақ туындап тұр. Екеуіңізге бір қояйыншы осы сұрақты. Білесіздер ме, біз әрбір эфир сайын осы әлеуметтік желіде спикер іздейміз, иә? Сол осы бірінші эфирге ғана іздеген жоқ шығармыз, екінші, үшіншіге іздеген уақытта әлеуметтік желіде немесе біреуді ұсынуы, немесе мен шығайын деген ұсыныс болған. Ал дәл бүгінгі осы тақырыпқа неге бірде бір ұсыныс болмады? Мен таң қалдым. Екеуіңіз де келіспей ме деп ойлағам негізі. Соншалықты сіздер қалай осы келістіңіздер? Әлде бұл түсініксіз тақырып па, әлде керек емес тақырып па, әлде мүлдем қиын тақырып па? Жоқ, бұл жерде қоғамның үйренбеуі да, мен анда-мында бір осы мектеп директорлығына келгелі көп болған жоқ қой. Бір 7 ай, 8 ай уақыт болды. 7 ай, 8 ай уақытта осы мектеп директорлығына келгеннен кейін бір аштырақ пост жасам, енді қоғам бір сыни бір нәрсеге өзімнің сыни көзқарасымды білдірсем, немесе бір сұхбаттар беріп, бір сыни көзқарасымды білдіріп жатсам, маған жанашырларым звондайды да, сен мектеп директорысың ғой, байқасаңшы деп звондап жатады да, қойсаңшы деп. Яғни қоғамда бір үрей бар. Бұл үрейдің ғана әсері. Енді біз бір қоғамға етін араласып кеткенге бұл үрейді жеңіп алғандығымыздың пайдасы шығар деп ойлаймын. Өйтпесе әлеуметтік желіге қарапайым, мысалы, кезінде бір кісі айтатын, бір мектептің мұғалімдармен әңгімелесіп отырсам айтады да, сенің посттарыңды қатты қолдаймыз, сенің идеяларыңды қатты қолдаймыз, бірақ бөлісейік десе қорқамыз деп. Бөлісу түгіл лайық басайық десе қорқамыз дейтін әріптестеріміз кездесетін да. Бұл осы қоғамның үрейі сияқты. Яғни бұл үрейден арылмасақ, біз үрейі бар ұрпақ тәрбиелейміз. Адам кім? Сондай ұрпақ тәрбиелейді. Біз бағана диктатор болсақ, қаны сыртқа теуіп тұрған бір бұзық ұрпақ тәрбиелейміз да, ал біз ашылмаған кезде үрейлі ұрпақ тәрбиелейміз. Әрине. Қанаш ханым, бірдеңе айтасыз ба? Енді бұл тақырыпқа байланысты үрей демекші, енді әрбір эфир сайын енді сіздер сияқты мықтылармен мен де батыр болып келе жатырмын. Осы бірер күнде менің орынбасарларым тікелей эфирге шығып осындай бір жұмыс жүргізді да, соған мен бір өте қуандым. Себебі жоқ, менен кейін де бір жақсы, оған да оңай болған жоқ. Мен сөзбен өзім келіп тұрып поддержка беріп, қорқыныш ештеңкесі жоқ. Тікелей эфир, сұрақ қояды, жаңағыдай ішінде оның мақтауда болады, ішінде оның даттауда жаңағы пікірлер, не бір комментарийлер кетеді ғой енді соңынан. Жаңағы дұрыс отырмады, дұрыс отырды деген сияқты. Ол сөзің болсын, сенің киіп тұрған киімің болсын, неше түрлі адам бар енді, оның әрбір қоғаммен содан қашатын шығар деймін директорлар. Жаңағы қосымша басын ауыртқысы келмейтін шығар. Сол жаңағы жұмысымды жүргізсем, азанда сағат 9-да келіп, кешкі сағат 6-да қайтсам, қосымша жұмыспен басымды қатырып қайтемін деп. Сонымен ғана жасайтын шығар, әйтпесе сөйлейтін директорлар бар, жоқ емес. Олар сөйлей алмайды, олар эфирге шыға алмайды. Бірақ жаңағы үрей шығар. Или жаңағы бірдеңесінен қорқама, бірдеңені жазып жіберер біреу. Біреу бірдеңені, мен яқта сайрап сөйлеп отқанда бірдеңені айтып жіберемін деп. Содан қорқатын шығар. Қазір мен орынбасарларымды мысалы дайындап жатырмын. Ештеңесі жоқ. Жағдай бар да, оны да ескере кету керек.
кейбір жағдай бар да, біз де өз жұмысын жақсы істейтін, бірақ бір көріне беруді қаламайтын адамдар болады. Ол адамдар, мысалы, бір оқушылар болады ғой, сабақ тұрып айтпайды, бірақ қай кезде тұрғызып сұрасаң жауап береді, бақылау берсең жауап жазады, бірақ өзі бір талпынып жауап айтпайтын бір адамдар болады ғой, бір жұмысқа бір беріліп кеткен деген сияқты. Ондай адамдар болады да, мысалы, аятжан, сөзің аузыңда, мынадай да адамдар болады да, шығып жүрген, өстіп жүрген адамдарды ертесіне жаңағы өзі шықпайды, бірақ жаңағы тазада тұрып тас лақтыруды жақсы көреді да. Ондай деңгей өзіне шық десең шықпайды ол басшылар. Талқылап керек емес деп ойлаймын. Ондай деңгейге қажет емес. Жақсы. Мынандай нәрсе, осы бір журналистерге телефонын бере қойғың келеді, жақсы жұмыс істеп жүрген директорлар, бірақ қашады да, неге десең, ой, бір ұнамайды, бір камераның алдына үйренудің өзі бір немене ғой, бүгінгі қоғамның қажеттілігі негізі. Бізде біраз онлайн мына өмір біраз камераға үйреткен сияқты, қалай ойлайсыздар? Осы карантин, онлайн өмір біраз камераға шынымен үйретті, иә? Қаншама әріптестерді. Әр нәрсенің бір қайыры бар дейді. Жалпы, құрметті мынау эфирді тыңдап отырған педагогтар қауымына, директор әріптестерімізге мен мына нәрсені жеткізгім келеді. Біз алғашқы эфирден бастап осыны айтып келе жатырмыз. Біздің бұл эфирді жүргізудегі мақсатымыз бұл біз жақсы, сіз жаман деген сияқты позиция емес. Ең бірінші эфир мынау директордың мектеп басқару мәдениетіне байланысты болғанда да осы мәселе көп айтылды. Қоғамда директорларға деген бір теріс көзқарас өте көп кездеседі. Мектепте қандай нәрсе дұрыс болмай қалса, ол директорға келіп тиеді, және соны көп жағдайда біз ақтай алмай жатамыз. Әйтпесе бізге де мысалы қарға қарғаның көзі шықпайды деп отыра беруге болады, бірақ біз осы жерде сайрап отырған үшеуміз бір керемет емеспіз. Біздің де жұмысымызда әртүрлі сындар, шағымдар бар. Бірақ бұғып отыра берудің қажеті де жоқ. Бір, екіншіден біз бұл эфир арқылы ешкімге бір мынадай бір мемлекеттік мекемелерге болсын, құқық қорғау жаңағы біздің басқарушы органдарымызға болсын, ешқандай бір сын пікір емес. Бұл біз директорлардың, директор түгілі бізде қазір мемлекет тарапына да үлкен сындар айтылады. Сондықтан әртүрлі сындар, әртүрлі жақсыларымыз да, жамандарымыз да бар. Дегенмен біз қоғам алдында өзіміздің жұмысымызды, өзіміздің деңгейімізді дұрыс көрсету үшін осы эфирге шығып жүрміз. Сондықтан бұл жерде біз жаңағы бір тараптарды өзара қарама-қайшы қою деген ойдан аулақпыз. Енді менің бір мынадай Әлихан Бөкейханның сөзі бар ғой, қылу одан да қиын дейді. Сондықтан енді бұл жердегі айтылып жатқан әрбір сөзіміз біздің бұл шынайы іске айналуы керек емес. Біз бұл жерде тек қана шынайы жұмысты айтамыз. Өзі спикер болып шығатын адамға қойылатын талаптың өзі сол. Тек шынайылықты айту, барды бар, жоқты жоқ деп айту, жоқ болса жоқ, біз оны әлі көрген жоқпыз, білмейміз деп айтуымыз мүмкін. Сондықтан біз әрбір айтылған сөзіміздің тек өзіміздің осы 3 адам, 5 адам спикер болып жүргендердің ортасында емес, ерлік қой негізі. Жалпы директорлар корпусының ортасында бір үлкен ой тастаса екен дейміз. Сондықтан кейбір пікірлерде кейде сондай бір ойлар кездесіп жатады да, мысалы, бір бізді 3 спикерді мақтасын деген де ой жоқ бізде. Енді мен сіздерге бір қойғым келетін сұрақ, сынды қалай қабылдайсыздар? Сынмен қалай жұмыс істейсіздер? Кімнен бастайық? Менде бүгін бір интернеттің ең бір қиын күні болды. Интернеттің кәдімгі коммуникацияға шыға қойын десең, коммуникация болмай жатыр ма? Иә, бір қиын қылып жерді. Сұрақ естімей қалдым, шыны керек. Жалпы сұрақ былай. Сіздер сынды қалай қабылдайсыздар және сынмен қалай жұмыс істейсіздер? Жалпы әлеуметтік желі сынға үйретеді адамды. Танымайтын, сені өмірінде көрмеген біреу сен туралы бір
ашып пікір жазып кеткен кезде, бастаптағы кезде біртіндеп бір түрлі болып қаласың да. Енді әлеуметтік желіде неше түрлі көзқарас бар ғой, сондықтан кейіндеп қайтеді, бойың үйрене бастайды. Қоғамда әртүрлі көзқарас бар екен. Жалпы оқушымен жұмыс жасағанда айтадым ғой, әр адамның өз ойы бар деп. Өз ойын білдіруге қақыл екенін ойлайсың да, дұрыс көзқарасқа дұрыс жағынан, бұрыс көзқарасқа бұрыс жағынан қарап үйренесің. Ол сынның кейде әлгі аяз би әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл деген сияқты, сынның кейде өзіңді сабаңа түсіріп тұратындығы да табиғи. Әйтпесе Абай айтады ғой, адам пендесінің бәрекелдіні сүймейтіні болмайды, бірақ бәрекелді көп адамды өлтіреді деп. Сондықтан бәрекелдіні ести беруде ауыр да. Енді әлеуметтік желіде біраз сұрақ тұстау дейме, Сабура ханым? Қазір Қарлаш ханым айтатыңыз бар ма осы сұраққа? Енді әлеуметтік желіде жүргенімізге кеше ғана емес, бірнеше жыл болды ғой. Расында бірінші кезде сынға жылап талған кездеріміз болды кезінде енді. Өйткені сонша сен туралы неше түрлі ақпарат жазылғаннан кейін әрине бір басқаша бір қабылдау болды. Келе-келе етің үйренеді екен, бұны не үшін айтып жатыр? Мүмкін мен бір дұрысым болмады ма? Өзіңді қамшылауға жақсы екен бұл. Өзіңді бағыттауға, дамытуға жақсы екен. Өте жақсы пікір, мен осымен де келісем. Сын айтылмай қалса, кейде бір не істеп жүрмін осы мен деген бір өз-өзіңе күмән пайда болады. Өйткені барлық уақытта бірдей мақтай бермейді, бәрібір бір сын айтылмай қалса, сен бәрі күшті екен деп жүруің мүмкін. Ал бірақ сын дегенмен жала немесе мына өтірік бір жала жабу немесе шағым жасау дегенді басқаша қарау керек. Мына жерде бір ұсыныс болыпты, ауыл мектебін көтеру жайында жақсы бір эфир болса деп. Алдағы уақытта осында қарастырып көруге болатын сияқты. Аятжан мырза, сіз егер сұрақтар көп болсаңыз, мен көріп жатқан сұрақтарымды оқып жатырмын, негізі көпшілігі пікірлер сияқты. Сұрақтар көп негізі, менде интернет біраз бүгін. Жоқ, пікірлер көп. Қысқаша енді оларды оқи береміз. Жақсы лебіздеріңізге әрине рахмет. Қоғамда теріс көзқарас көп, неге дейді? Қоғам жабық болғаннан кейін теріс көзқарас көп қой. Қоғам жабық. Тек қана директорлар емес, өзі бір кез келген жерге барсаң, басшыға кездесу бір мұң ғой. Басшы емес, қосшыға кездесудің өзі мұң. Сондықтан көп нәрсе соңғы түйіріне жетпейді. Содан көп нәрсе жабық істеледі. Мысалы, мен мынаған таңғалам да, бүгін мен өзім бұғалтырыма тапсырма бердім. Тамызда мұғалымға жалақы қалай есептеледі? Немне еңбек демалысының төлемі қалай есептеледі? Бәлнешіне қалай есептеледі? Осы турасында мұғалымдарға бір күндік семинар өткізесің дедім. Яғни кез келген мұғалім өзінің жалақысын өзі есептей алатын болу керек. Әйтпесе әлеуметтік желідегі пікірлердің айналасында осындай дүние көп қой. Яғни бұл бухгалтерлардың өздері бір әлем, мұғалім жалақысын қалай есептелетінін білмейді, өзінің еңбек ақысына алып ба, алып жатпады ма, менікін қате есептеп жатыр ма, мені директор жеп жатыр ма деген көзқарастың қалыптасуы да әртүрлі жағдайға алып келеді да. Сондықтан тек қана директор өзі емес, бағана орынбасарларда жан-жақта ашық болу деген дүние ең алдымен ұжымға ашық болу, енді әлеуметтік желіге ашық болу ең соңғы қадам деп ойлаймын. Әлеуметтік желіге ашық болу, енді кез келген адам жаза бермейді, кез келген адам сөйлей білмейді деген сияқты жағдайлар болады да. Сондықтан ұжымның ішіндегі ашықтықты қалыптастыру бірінші маңызды дүние деп ойлаймын. Жалпы мен әлеуметтік желіде біразын қарап шықтым. Бұл жерде жаңа Урақбаева Мейрамкүл деген ханым, әріптес, сіз бүгін шатаспасам, эфирге шығуға дайынмын деген болатынсыз. Енді ол бүгін ғана мен оны оқып қалдым. Алдағы эфирлерімізге шығуға ұсыныс беремін. Құрметті тыңдармандар, көрермендер, енді егер біз желідегі сіздердің берген сұрақтарыңызды мына жерден байқамай қалып жауап бере алмай жатсақ, оған кешірім сұраймыз, бірақ жазбаша түрде болса да біз міндетті түрде жауап береміз. Екіншіден, бұл эфир айына бір рет ары қарай директор келбеті деген
айдармен ары қарай шыға беретін сіздердің назарларыңызға тағы да бір салып кеткіміз келеді. Біздің келесі эфиріміз, біз айына бір рет шығып келе жатырмыз қазір. Келесі эфиріміз адал директор, адал білім деп аталады. Сол тақырыпқа байланысты сұрақтарыңызды немесе сол тақырып бойынша спикер болам дейтіндер болса, әрине жаңағы әлеуметтік желідегі біздің жеке мессенджерларымызға кез келген мынау жаңағы ашық түрде де жаза берулеріңізге болады. Бүгінгі біз 1 сағаттай эфирде болдық. Әрине техникалық бір ақаулықтар болды. Енді біз оған техникалық ақаулық болды екен деп біз эфирді тоқтатқан жоқпыз. Ары қарай жұмысымызды жүргіздік. Сіздердің бүгінгі бір осы ойдың, бүгінгі отырған осы отырысымыздың бір түпкі ойын өздеріңіз бір қорытындылап берсеңіздер. Не айтқыларыңыз келеді еркін түрде? Коммуникация тақырыбында ма, басқа тақырыпта ма? Бұл жерде мен бір ғана нәрсені айтқым келеді. Баланс сақтау, сонымен бірге әркім өзінің лауазымдық міндетінің шекарасынан шығып кетпеу мәселесі орын алса, адамдардың бір-біріне деген түсінігі қалыптасады да, ұжым, мектептегі ұжым бір отбасының мүшесіндей болу керек. Егер бір отбасының мүшесіндей болған кезде ғана сол мектептен шынайы нәтиже, сол мектептен шынайы тұлға шығады. Әйтпесе, мұғалімдер ойлаңыз, мынау директордың құлағы деп біреу жасырынып айтып отырса бір әңгіме, мектептегі кәсіподаққа сенбейді, мектептің директорына сенбейді, не бухгалтерға сенбейді, не орынбасарға сенбейді. Бір мектептегі, яғни мұғалімнің ішіне ашу, ыза, кек тұнып кетпес үшін мектептегі әр адамның балансын дұрыс ұстау маңызды деп ойлаймын. Сондықтан біз баршамыз ұстазбыз, ұстаздық балансты дұрыс сақтайық деген келеді. Мектептегі әрбір адам ұстаз. Мынадай бір сұрақ түскен екен қазір. Сын айтқан қол астыңыздағы ұстаздың соңына түсу қаншалықты дұрыс дейді. Бұл енді дұрыс емес, сіздердің ойларыңызша қалай? Сын айтқан мұғалімге сіз қаншалықты ары қарай объективті қарайсыз деген сөз ғой, иә? Сын айтқан мұғалімнің соңына қарап жүру кететінде уақытымыз да жоқ оған. Сын айтса, ары қарай жұмысымызды жүргізіп жалғастыра береміз. Соны түзеп, ары қарай кете береміз. Бізде пендеміз дейсіз ғой. Сын қандай сын? Оның ізіне түсіп алуға уақыт жоқ дегенім ғой ол. Ой, сен сын айтты деген деп. Сол сынды ары қарай түзетіп, жұмысымызды жүргізе береміз. Тағы бір мынандай сұрақ, жақсы сұрақ, мотивациялық сұрақ деп ойлаймын. Сіздерді ішкі және сыртқы коммуникацияға итермелеген қандай күш болды дейді? Байланыс шығар. Мен анау ұстаз кезден бастайыншы. Ең алғаш мұғалім болып барған кезде оқулықтардағы бір оқыту жүйесіндегі бір өзіме деген келеңсіздіктерді өзгерткім келетін жастық максимализм ба, өзгерткім келетін бір күш осы ашықтыққа, осы коммуникацияға алып келді. Яғни бастапта оқулықтың қатесі туралы мақала жаздым, одан кейін бағалар туралы, баланың бағын байлаған баға деген мақала жазып, әртүрлі көзқарасты ашық білдіру арқылы кейін осындай ашықтық күнге келді да. Яғни басы неден басталды? Басы минустарды судың бетіне шығарғым келген, бір өзгерткім келген бір жүректің қалауынан шықты да. Бұл жерде қоғамда бір нәрсе бар ғой. Анау неге жасамайды дейді да. Ал сенші десең, жоқ, маған жұмысымдан арылғым келмейді, айтқым келмейді, бүйткім келмейді деген сияқты бір. Немне, біреудің қолымен от көсегің келмесе, онда өзің істе келген уақытта. Дұрыс айтасыз, Аятжан, дұрыс айтасыз, өте қосылам. Жаңағы ең бастайықшы дегендей, осы әлеуметтік желіде директор болмай тұрған кезде әлеуметтік желіде тиіспеген, қозғамаған тақырыбымыз болған жоқ. Кәсіподақтан бастадық, білім саласына олай бір тиістік, былай бір тиістік. Сөйтіп ойладым, мен бүкіл Қазақстанның білім саласын өзгерте алмайды екем. Мен сол бір мектептің жұмысын өзгертіп шықсам,
бір мектептің кәсіп одағынан бастап менің тиіскен тақырыптарымды айтамын да, жаңағы коммуникацияда жүріп, әлеуметтік желіде жүріп. Сөйтіп мен бүкіл жерді өзгерте алмайды екен. Мен осы бір мектептің өзін жақсы деңгейге шығарып, жақсы бір атауын, жақсы алға сүйреп, жақсы ашықтығын қалыптастырып, мұғаліммен байланысуын жолға қойып, өз мақсатын түсіндіріп, жаңағы кадрды ұстап тұрудан көрі, кадрды қызықтыру маңызды сияқты. Сондықтан сол бағытты жұмыс жасап шықсам, соның өзі мен бір қоғамға берген пайдам шығар. Өйткені мен осы ашықтық жүйеге, осы директорлыққа бір сол қадаммен келдім. Дәл Аятжанның айтқанында сәл бір қосып жіберейін. Сын туралы мен бір қосып жібергім келіп тұр да, қосып жіберейін десе қосып жібергім келіп. Сын деген кезде сын неге айтылды? Ол қандай сын айтылды, ана бір итіре береді, көшіре береді деген сияқты бір көзқараспен қарау қателік та. Неге айтылды? Ол шынымен айтылды ма? Яғни мұғалім саған сын айтып тұрса, ол әділ айтса, маған мынауым қате болды, сол үшін айтып тұр. Ал әділетсіз сын айтылса, яғни онда сенің ол жақтағы плюсыңды, яғни сен онда емес екеніңді мұғалім білмей тұр деген сөз. Неге мұғалім білмей тұр? Онда сені мен мұғалімнің арасында бір нәрсе дұрыс емес. Сондықтан сені шынайы мұғалімің танымай тұр деген дүниеде. Біз айтамыз ғой, оқушының жағанын тауып, оқушының ішіндегісін тауып, оның мінез құлқына кіріп, біз оқушымен бірге оқушы болып, ішіндегісін суырып үйренуіміз керек қой. Тура сол сияқты мұғаліміміздің ішінде, ол сөз неге айтып тұр? Әлгі кез келген сөздің ар жағында бір дүние болады ғой, сол сөз неге шықты деген дүниеге қаттырақ мән беру керек деп ойлаймын. Аятжан, бірдеңені айтайыншы. Мысалы, сын, неге сын дейді ол, Мысалы, былай болу мүмкін ба? Мысалға, сен мұғалімге жаңағы бір талап қоясың, бір жұмысына бір талап қоясың. Жаңағыдай, мынаны былай жасау керек. Сабағын көрнекілігін, болмаса әдістемелігіне бір... Ол талап бір лауазымдық міндетке байланысты талап. Лауазымдық өзінің талабын сұрап тұрсың. Бірақ ол мұғалім маған тиісіп тұр, осы менің ізіме түсіп алды деп байбаламын көтеру, ол қалай болады ол? Мүмкін бе? Ол мынандай нәрсе деп ойлаймын. Ол бірінші мен жұмысқа кірген кезде бірінші дүнием бүкіл лауазымдық міндеттерін шығарып алдым да, бұйрық бойынша бәрінің лауазымдық міндеттерін шығарып алдым да, бүкілінің лауазымдық міндетімен таныстырып, қолын қойғызып шықтым. Яғни ол деген не? Осы лауазымдық міндеттеріңді біл деген сөз. Ал сіз лауазымдық міндеттеріңізден талап қойып отырсаңыз, оны ізіме түсті деп қабылдау, ол мұғалімнің деңгейі емес. Бар ғой ол. Енді сіз оны қайтуыңыз керек, оны тәрбиелеуіңіз керек. Сіз мектептің бас ұстазысыз ба? Біз бір нәрсені ұмытпауымыз керек та, біз мектептегі басшы деген бір басқарушы емеспіз, диктатор емеспіз, біз бір тоқпақшы емеспіз. Біз мектептегі бас ұстазбыз. Яғни мұғалім оқушыны тәрбиелесе, біз тәлімгер жас маманды тәрбиелесе, біз бүкіл мектептегі адамдарды тәрбиелеуге міндеттіміз. Егер оған өреміз жетпесе, онда директорлықтан өз еркімізбен өтініш жазып кеткеніміз дұрыс деп ойлаймын. Жалпы екеуің өзі модераторда керек жоқ болып қалды, соңына қарай. Енді бұл жерде жаңағы мәселе солай ғой, ол әрине әр адамның ішкі құндылығына байланысты. Ұжымның ішінде негізі ортақ бір мәдениет қалыптастыру деген нәрселер өте құнды. Одан кейін біз басшы ретінде көбінесе күйгелектеніп, мақсатқа, нәтижеге жылдам жеткіміз келеді, және бүкіл ұжым соған жетсе екен деп ойлаймыз да, бірақ ол бола қоймайды. Себебі ол мен әлеуметтік желіде осыдан 2 жыл бұрын ба екен, ұмытып қалдым, анау директор ретіндегі қателіктерімді жаздым. Оның қателік, соны сіз айтып жатқанда есіме түсіп жатыр солардың барлығы. Оның ішінде де өзім байқадым. Одан кейін мен дәл сол әдісті мұғалімдеріме қолданып көрдім де, өзім қателіктерімді жаздым. Одан кейін мұғалімдерге де мұғалім ретіндегі 10 қателігім деп жазғызып көргенде, осы біздің барлығымыз
нәтижеге жылдам жеткіміз келетін сияқты мәселе бар да. Ал ең бірінші мәселе әсіресе мынау жаңадан қосылған ұжымға немесе ұжымды жаңадан алған уақытта бұл ең бірінші сенім орнату ортада. Сенім орнату. Егер сенім болған жағдайда ол мұғалім жаңағындай менің соңыма түсіп алды, менің орныма біреуді алғысы келіп жатыр деген сияқты бір пендеуи ойлардан аулақ болады деп ойлаймын. Ендеше бүгін біраз енді айтарларыңыз болса, бір минут уақыт берейін, біраз отырған сияқтымыз, 1 сағаттан артық, 2 сағаттай болып қалды ма білмеймін енді. Ал шын мәнінде құрметті әріптестер, мынау эфирде жаңағы әлеуметтік желіде сұрақ қалдырып жатқан, пікір білдіріп жатқан, осы тақырыпты қажет ау деп бізбен бірге тыңдарман болып отырған мынау кешкі уақытқа қарамай, құрметті әріптестер, сіздерге біз алғысымызды білдіреміз, және кез келген уақытта ашық алаңға шығуға, ол әрине біреудің бір даттап, біреудің жұмысын жоққа шығару емес, жекелеген адамдардың бір ар-намысына тию емес бұл. Бұл жерде тағы да бір ортақ мақсат, бірақ мақсат бұл директорлардың шын мәнінде осы білім саласын өзі басқарып отырған мектептің миссиясын алға тарту үшін шынайы жұмыс істейтінін, өзі барлық жағынан соны басқаларға көрсете алатын адам екенін білдіру. Ендеше келесі эфирде келесі эфиріміздің тақырыбы тағы да бүгіннен бастап ұсынатын адамдар болса ұсына беріңіздер. Адал директор, адал білім деп аталады. Яғни біз білімдегі адалдықты қалайтын болсақ, өзімізден бірінші адалдықты қалай көрсете алып жатырмыз, сол жағына қарай үңіліп көрейік дедік. Әрине тақырып кішкене қиындық тудыруы мүмкін. Эфирде өйткені әлеуметтік желіде жазып жатыр, ол тақырып қиындау болады ау деп. Қиын емес шығар деп ойлаймын, өйткені біз ол біреудің пікірі ғой, қиындау болады ау деген. Сондықтан біз сіздермен кез келген уақытта осындай эфирде сіздерді мазалаған сұрақтармен өзара ашық дискуссия орнатуға дайынбыз. Бүгінгі спикерлерге көп рахмет. Ешқандай Аятжанды интернет неше рет шығарып тастады, неше рет кіріп алды. Аятжаннан соңында қорқып кетті деймін, интернет одан кейін арасында екеу болып кірді. Мәссаған деп. Химикті ақыр технология жеңе алмады жалпы. Сондықтан ниет болса бәрі дұрыс болатынның бұл да бір көрінісі. Сондықтан тек қана осы өзіміздің бізге сеніп тапсырған жұмысты және осы ұрпақ алдындағы бір миссиямызды, ұлт алдындағы аманатты адал орындайық. Біз директор болсақ та, біз кәдімгі мұғалімбіз, біз бүкіл процестің басы-қасында жүрген адамбыз. Сондықтан біздің де бір бойымыздан сіздер күткен сұрақты, немесе сіздер күткен жауапты ести алмай қалып жатсаңыздар, енді оған да жаңағы инклюзивті көзқараспен қараңыздар деп ойлаймын. Өйткені әркімнің ойы өзінде, әркім өзі қалай жұмыс істейді және өзінің жұмысында қандай ұстанымы бар, сол деңгейде ортаға салады. Тағы да оразаларыңыз қабыл болсын. Қайырлы түн.